Сәлем достар, француздық макарон с пирожныйын дайындаймыз. Бұл макарон с пирожныйның ерекшелігі, біз бұны миндаль ұнынан емес, жай ұннан жасайтын боламыз. Ал кеттік, онда бастайық. Ең алдымен құрғақ және таза ыдысымызға бөлме температурасындағы ақуызымызды құямыз. Оған шым тұз, не болмаса лимон қышқылын салып миксерлейміз. Миксерлеуді 4-ші оборотпен миксерлеу бастаймыз. Шамалы осы ақуызымыз көпірген күтеміз. Міне қараңыздар, кішкене көпіре бастады. Сол кезде дождик қылып құмшекерімізді саламыз. Біртіндеп саламыз, асықпай салуымыз қажет. Осы массамыз көлем жағынан ұлғайып, өз-өзін ұстап тұратын форма болғанша миксерлеуіміз қажет. Міне біздің массамыз көлем жағынан ұлғайды, ағарды. Енді осы сәтте ұнымыз бен қант ұнтағымызды міндетті түрде електен өткізе отырып қосамыз. Ең алдымен ұнымыз бен қант ұнтағымызды өзара араластырып, барлық массамызды бірденен қосып жібермейміз, біртіндеп қоса отырып араластырғанымыз дұрыс. Сол кезде бір келкі болып араласады. Ұзақ уақыт араластыра берудің де қажеті жоқ. Осы массамыз бір-бірімен араласса болды. Араластыруды доғарамыз. Араластыру барысында сұйық не болмаса құрғақ красителден қоссаңыздар болады. Мен осындай гелевый краситель қостым. Барлығын жақсылап араластырып, түсін шығарып аламыз. Міне біз қамырымызды араластырып алдық. Енді бұны кондитерлік мешокқа құйып алатын боламыз. Пирожныйларымызды силиконды ковриктің үстіне, не болмаса тефлоновый ковриктің үстіне отырғызамыз. Сол кезде біздің пирожныйларымыз жабыспай әдемі болып пісетін болады. Кішкене үстіне давлениемен басамыз. Осылай домақтай отырып, төбе жағы үтір қойғандай болып жасаймыз. Барлығын дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Пирожныйларымызды толығымен құйып болғаннан кейін жақсылап противенді сілкілеп, арасындағы артық ауаны шығарамыз. Және де жарты сағатқа бөлме температурасында кепкенше қалдырамыз. Қолымызбен ұстап көрген кезде пирожныйымыз қолымызға жабыспауы керек. Сонан соң қызып тұрған духовкада 120 градуста шамамен 18-20 минут пісіріп аламыз. Ганаш жасайтын боламыз. Бұл біздің начинкамыз болады. Молочный шоколадымызға сливкиімізді қосып, микротолқынды пеште 10-15 секунд сайын араластыра отырып ерітіп аламыз. Шоколадымыз толығымен ергеннен кейін оған бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауамыз, және де холодильникке 5-6 сағатқа стабилизация қойып қоямыз. Бұны алдын ала жасағандарыңыз дұрыс. Біздің макарон с пирожныйларымыз дайын болды. Осылай ковриктен оңай және тез алынады. Алдын ала дайындап қойған ганашымызды кондитерлік пакетке құйып аламыз, және де осылай ортасына қарай құямыз. Көп құюдың қажет жоқ, себебі пирожныйларымыздың сыртына шығып кетуі мүмкін. Келесі пирожныймен бетін жабамыз. Міне қараңыздар, осылай болып шығады. Барлығын дәл осылай жасап шығатын боламыз. Міне біздің макарон с пирожныйларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.